Алданған актриса өзінің киім шкафынан сөздің тура мағынасындағы құбыжықты тауып алып, оның көмегімен бұрынғы жігітін ұмытуға шешім қабылдайды. Лаураны ауруханадан шығарып жатқан кезде оның құрбысы Мейсі жанына келеді. Науқастың жағдайын тексергеннен кейін Мейсі оны шығарып жатқан медбикемен әзілдесіп, флирт жасай бастайды. Сол кезде Лаура өз ойымен қалып, бұрынғы жігіті Жақыппен болған естеліктерін есіне алады. Лаура мен Жақып бірге өмір сүріп, жұмыс істеген. Лаура Жақып жазып жатқан пьесаның жұмысына атсалысқан актриса болатын. Бірақ Лаураға қатерлі ісік диагнозы қойылғанда, Жақып оған қамқор болу, жауапкершілігі ауыр тиіп, қарым-қатынасты үзген еді. Уақыт өте келе, Мейсі Лаураны үйіне алып келеді, және Жақыптың үйінен қалған заттарын да жеткізіп береді. Бұл Лаураның жүрегін одан сайын ауыртып, жылауына себеп болады. Құрбысы оны жұбатып, жанында екенін айтады. Біраздан кейін Мейсі тыңдалымға кетуге мәжбүр болады, бірақ ертең қайта келетінін айтып кетеді. Алайда Лаура келесі бірнеше күнді жалғыздықта қайғырып өткізеді. Бір түнде ол Жақыппен бірге ән жазған кездерін есіне түсіреді. Ол тіпті өз пьесасында басты рөлді ұсынған. Бұл Лаураның армандарын орындауға мүмкіндік берер еді. Бұл естеліктер қарым-қатынастың аяқталуын одан сайын ауырлатты. Сол сәтте үйдегі шамдар жыпылықтай бастады. Жоғарғы қабаттан дыбыстар естігенімен, Лаура қорқып, жоғары көтерілмей, диванда ұйықтап қалады. Келесі күні Мейсімен бірге серуендеп жүріп, Жақыптың пьесасына тыңдалым басталғанын естіп, Лаура таң қалады. Бұрынғы жігіті оны тыңдалымға қатысуға шақырама деп ойлайды. Бірақ Мейсі оған әзірге қатыспағаны дұрыс екенін айтады, себебі ол әлі сауығып үлгермеген. Кейін Лаура Жақыппен түскен ескі суреттерді қарап отырып, оған хабарлама жазғысы келеді. Бірақ хабарламаны жіберуге үлгермей тұрып, Жақыптың өзі қоңырау шалады. Абдырап қалған Лаура телефонын түсіріп алады да, қоңырауды жауапсыз қалдырады. Сол сәтте жоғарғы қабаттан тағы бір дыбыс естиді. Ол қорқынышын жеңіп, дыбыс шыққан жаққа барады. Шуды киім шкафынан тауып ішін қарайды. Басында ештеңе көрмесе де, шамдар жыпылықтағанда киімдердің арасынан әлдебір құбыжық шығады. Лаура артына бұрылып, оны көргенде айқайлап жібереді. Қашуға тырысып, сүрініп қалады. Көзін ашқан Лаура құбыжықтың әлі жанында екенін көреді. Ол қорқыныштан айқайлай береді, ал құбыжық оның тоқтауын күтеді. Сосын, мені танымадың ба деп сұрайды. Лаура басын шайқайды. Сол кезде құбыжық 1994 жылғы дауыл кезінде оның төсегінің астында болғанын есіне салады. Кейін, 2001 жылы, ол шкафын ашуға тырысып жатқанда жолыққандарын айтады. Лаура әлі есіне түсіре алмайды. Содан кейін құбыжық оны мектептегі бұзақы шкафқа қамап қойғанын, сол сәтте ол үшін кек алғанын еске түсіреді. Бұл оқиға оның есіне түседі, бірақ Лаура құбыжықтан әлі де қорқады. Не керегін сұрағанда, құбыжық оның анасын жыл бойы үйде болмағандықтан жалғыздыққа үйреніп қалғанын айтады. Сол үшін ертең бұл үйден кетуін талап етеді. Лаура бұл үйдің өзінікі екенін айтып қарсылық білдіреді, бірақ құбыжық өз сөзінде тұрып, оған 2 апта ғана уақыт береді. Бірақ бұл туралы ешкімге айтпауын қатаң түрде ескертеді. Егер ол кетпесе, құбыжық оны өлтіремін деп қорқытады. Бет Андреас. Достар, біз таптық. Біздің ақша тіркеуден өтудің 3 тәсілі. Бірінші, депозит үшін 750%, қосу 590 фриспин. Лайв және прематч үшін кең спорттық желі. Казино ойындарының бай таңдауы, депозиттерді сенімді және жылдам алу. Бет Андреас. Өз ережелеріңізбен ойнаңыз. Келесі күні таңертең Лаура ұйқысынан оянғанда, құбыжық оның ұйықтап жатқанын қарап тұрғанын көреді. Құбыжық оған қарай айқайлап, әйелді қорқытып қашуға мәжбүр етеді. Лаура күнделікті ісімен айналысуға тырысады, бірақ құбыжық оны мазалай береді. Ол тіпті Лаураның тамағын тартып алады. Әйел фортепианода ойнап жатса, құбыжық оның музыкасына шағымданып, ноталарын жыртып тастайды. Кешке, Лаура кешкі ас ішіп отырып фильм көріп жатқанда, құбыжық оның тапсырыс берген тамағы жайлы сұрай бастайды. Бұл оның да тамақ жегісі келетінін аңғартады. Лаура осы сәтті пайдаланып, оны мазақ етеді, бірақ тамағын ұсынады. Алайда құбыжық оның тамағын түгел жеп қояды. Содан кейін ол тағы тамаққа тапсырыс беруді сұрайды. Лаура келіседі. Тамақ үстінде екеуі қызық бір достық қарым-қатынас орнатады. Олар қандай фильм көру керектігі жайлы келісе алмаса да, құбыжық пультті алып өз таңдауын қояды. Бірақ Лаура бөлмеден кетпек болғанда, ол әйел көргісі келген фильмге ауыстырады. Лаура күлімсірейді. Фильмнің соңында Лаура құбыжықтың көзіне жас алғанын байқап қалады. Құбыжық мұны жоққа шығарып, бөлмеден шығып кетеді. Лаура күлкіге қалады.
Келесі күні таңертең Құбыжық Лаураның таңертеңгі дайындық жасап жатқанын байқайды. Ол оқып отырған сценарийді көреді. Лаура бұл жай ғана танысының жазған пьесасы деп сылтауратады. Алайда Құбыжық Жақыптың есімін көріп, оның бұрынғы жігіт екенін түсінеді. Лаура бұл пьесаның тыңдалымына қатысуды тек ойланып жүргенін айтады. Бірақ Құбыжық оған пьесаны жазуға көмектескенін айтып, еңбегі үшін алғыс алуы керектігін ескертеді. Лаура мұны жоққа шығарып, өзінің үлесін маңызды емес деп санайды. Ол Жақып оны рөлді қарым-қатынастарының өтемі деп түсінсе деп уайымдайды. Құбыжық Жақыпты қорқытып, рөлді алып беруді ұсынады, және оның бұл рөлге лайық екенін айтады. Бірақ Лаура өзінің жаңа ғана ота жасатқанын, ал қазір өз күйінің өте нашар екенін алға тартады. Құбыжық бұл үшін ыңырсып, онда барма деп келісе кетеді. Бұл сөздер Лаураның тыңдалымға баруға деген шешімін күшейтеді. Алайда ол алдын ала жазылмағандықтан тыңдалымға кіре алмайды. Бірақ ұйымдастырушы Скотти оны танып қалады. Ол Лаураның пьесаның дамуы кезінде репетиция жасаған актриса екенін біледі. Сондай-ақ оның Жақыппен кездескенде есіне түсіреді. Жазушының Лаурадан ажырасып кеткенін білген соң, Скотти оны тыңдалымға кіргізуге шешім қабылдайды. Сол сәтте атақты актриса Жаки де тыңдалымға келеді. Бірақ Скотти Лаураны кезексіз тыңдалымға кіргізіп жібереді. Жақып оны көріп таңғалады. Сәл сасқалақтап, оны қарсы алып, әнін орындауға шақырады. Лаура қобалжып, әнін дұрыс орындай алмай, тыңдау тобының көңілін жоғалтады. Ақыры ол үйіне қайтып, Құбыжықтың алдына барып, өз сезімдерін төгеді. Лаура өзінің мансабының аяқталғанынан қорқып, өз талантын жоққа шығарады. Кенет Құбыжық өзінде актермін деп таныстырып, оны көңілдендіру үшін қойылым ұсынатынын айтады. Екеуі бірге пьеса іздеп, Құбыжыққа лайықты рөл тауып алады. Құбыжық репликаларды қатты айтып, Лаураны күлдіреді. Сосын романтикалық сөздерді байсалды түрде айтып, Лаураны таңғалдырады. Кенет Жақып Лаураға қоңырау шалып, ол жүгіріп барып жауап береді. Жақып оның жағдайын сұрап, рөлді ала алмағанын растайды. Оның орнына басты рөлді Жаки, ал қосалқы рөлдердің бірін Мейсі алғанын айтады. Бұл туралы ойланған соң, Жақып Лаураға Жакидің қосалқы рөліне үміткер болуды ұсынады. Лаураның бұл ұсынысты қабылдауы Жақыпты таңғалдырады, себебі ол бұлай болады деп күтпеген еді. Ол қоңырауды ыңғайсыз түрде аяқтайды. Құбыжық Лаураның жанына келіп, оның еденге отырып қалғанын көреді. Әйелдің көңілсіздігін сезіп, Құбыжық ыдыстарды сындыра бастайды, және Лаураны да солай істеуге шақырады. Біраз тартынғаннан кейін, ол оны қайталап, өзінің ашуын шығарып, жеңілдеп қалғандай болады. Екеуі ас үйде үлкен беспорядок жасап, Лаура өзін еркін сезінеді. Кейін Лаура 2 апта өтіп кеткенін, сондықтан үйден кетуі керектігін түсінеді. Алайда Құбыжық оған қалуға рұқсат береді, себебі ол оған бауыр басып қалған. Кейін пьеса актерлері мен тобы сценарийді оқу үшін жиналады. Сол жерде Лаура Жакимен ресми түрде танысады, ал біраздан соң Мейсі келеді. Жақып шоу жазушысы, әрі режиссері ретінде оқуды бастайды. Ол бұл сценарийді әйелдерге арнап жазғанын, олардың қиындықтарды жеңуге деген ерік жігерін бағалау үшін арнағанын түсіндіреді. Сосын ол Жакиді басты рөлдегі Лори ретінде таныстырып, қошеметке ие болады. Оқу басталады. Лаура Жақыптың өзіне қайта-қайта көз салып отырғанын байқайды. Күннің соңында Жақып театрдың Хеллоуин кешін жариялап, барлығын шақырады. Лаура бұрынғы жігітімен сөйлесуге тырысады, бірақ Жаки оны сөзге тартып, Мейсі Лаураны басқа жаққа алып кетеді. Мейсі оны киім бөлмесіне апарып, Хеллоуинге арналған костюм таңдауын ұсынады. Ол Лаураға кешке қонақпен баруға кеңес береді. Осыны ойлай отырып, Лаура Құбыжықты шақыруды шешеді. Ол Құбыжықтың бәрібір көзге түспейтінін айтады. Бірақ Құбыжық бұрынғы жігітімен бір бөлмеде болғысы келмейтінін айтып, оны үйде қалуға шақырады. Лаура актерлердің бәрі кешке қатысатынын айтып, бармаса бұл оғаш көрінетінін түсіндіреді. Ол Құбыжықтан кешке баруын өтінеді, бірақ ол Лаураның бұрынғы жігітіне қызығып, сосын қайтып жылап келетініне куә болғысы келмейтінін айтады. Қапаланып, Лаура кешке жалғыз баруды шешеді. Ол киініп, қарапайым костюмнен бас тартып, ескі көйлекті көреді. Біраздан кейін төменге түсіп, Құбыжықты өзінің Франкенштейн қалыңдығы бейнесімен таңғалдырады. Лаура оны тағы шақырады, бірақ ол сыпайы түрде бас тартады, сондықтан ол жалғыз кетеді. Кеште Жақып Лаураның әдемі костюмін көріп таңғалады. Бірақ бұл сәтті Жакидің араласуы бұзады. Жаки сусындар алып келген кезде, Жақып онымен бұрын кездесіп жүргенін айтып қояды. Бұл Лаураның көңіл күйін бұзады, сондықтан ол кеш бойы Жақыптың басты актрисасымен флиртін бақылап, өз қайғысын ішумен басады. Дәл сол сәтте Құбыжық келеді, бұл Лаураны таңғалдырады.
Оның көңілсіздігін көрген құбыжық оны билеуге шақырады. Билеген кезде Лаура өз қайғысын ұмытып, екеуі бір-біріне деген сезімдерін түсінеді. Биден кейін құбыжық Лаураны басқа жаққа баруға шақырады. Бірақ Лаура Жақыптың Жаккимен бірге шыққанын байқап қалып, кешірім сұрап, олардың артынан барады. Күткендей-ақ ол екеуінің сахна артында бірге екенін көреді. Мұны көрген құбыжық Лаураның бұл жағдайдан қаншалықты зардап шегетінін түсініп, жағдайға араласуды шешеді. Біраз уақыт өткен соң, Жақып артынан шыққан дыбысты естіп, не болғанын тексеруге тырысады. Айналасына қарап жатқанда, сахнаның жасырын есігіне құлап, қолын сындырып алады. Лаура мен құбыжық оқиға орнынан кетеді, бірақ әйел болған жағдай үшін өзін кінәлі сезінеді. Құбыжық оған Жақыптың оны ренжіткенін еске салады, бірақ Лаура бәрінің жақсы екенін айтып, Жақыптың әрекеттерін ақтауға тырысады. Құбыжық келіспейді, себебі Жақып оның отаға дайындалып жатқан кезінде оны тастап кеткен еді. Ол сонымен бірге Жақып оған басты рөлді уәде етіп, оны орындамағанын да ескертеді. Жақып өзінің жауапкершілігінен қашу үшін Лаураның еңбегін өз пайдасына жаратып, оны шетке ысырып тастағанын айтады. Лаура бәрі жақсы екенін тағы қайталайды, бірақ құбыжық Жақыптың әрекеттері жақсы болмағанын айтады. Ақыры осы шындықты естіп, Лаура Жақыптың жасағанына ашуланып, жылап жібереді. Содан кейін ол құбыжықты сүйіп, екеуі бірге бір түнді құмарлықпен өткізеді. Бұл олардың қарым-қатынасында жаңа кезеңнің басталуына себеп болады. Құбыжық бақытты түрде фортепианода ойнайды, ал Лаура оған қосылып ән айтады. Келесі күндері олар бірге көбірек уақыт өткізеді. Алайда жұмыс кезінде Лаура бұрынғы жігітін басты рөлдегі актрисасымен көріп, бәрібір жараланғандай сезінеді. Бір түні Лаура құбыжыққа ертең қанын тексеретінін, нәтижесінің жақсы болатынынан үміттенетінін айтады. Құбыжық оған кешкі ас дайындап, жақсы нәтижені атап өтуді ұсынады. Келесі күні клиникаға барған соң, Лаура репетицияға қатысады. Жакки оған дұрыс тұруға көмектесуге тырысқанда, Лаура оны елемейді. Таң қалған Жакки басқа актрисадан Лаураның неге ашулы екенін сұрайды. Сол кезде әйел Жаккиге Жақыптың жақында Лаурамен ажырасып кеткенін, тіпті Лори рөлін бастапқыда Лаура үшін жазғанын айтады. Бұл Жаккиді таңғалдырады, сондықтан ол репетиция кезінде көңілін жинай алмай қалады. Репетициядан көңілі қалған Жақып оны ұрсады. Мұны көрген Лаура ашуланып, Жақыпқа Жаккиге тиіспеуін айтады. Жақып бұл мәселе Лаураға қатысты емес екенін айтып, шегінуін сұрайды. Бірақ Лаура оған бұл тақырыптың бұрын оған қатысты болғанын еске салады. Мұны бәрі естиді, назарлар оларға ауады. Жақып өткенді қазір көтермеуін өтінеді. Лаура бұдан әрі күткісі келмей, олардың қарым-қатынасы туралы қазір сөйлесуді талап етеді. Ол Жақыптың өзіне сүйеніп, шығармашылығына көңіл бөлу үшін соңғы жылдары бәрін артынан жинап жүргенін айтып шағымданады. Лаура оның жазудан басқа еш нәрсеге жарамайтынын айқайлап, сахнадан кетіп қалады. Кейін Мейсі оған бұрынғы жігітімен сөйлескеніне жартылай әзілмен мақтау айтады. Ол Лаураны серуендеуге шақырады, бірақ ол бас тартқанда жай ғана кетіп қалады. Мұны көрген Лаура Мейсіге шынайы дос емес екенін, үнемі ең аз күш жұмсайтынын айтып, сын айтады. Мейсі Лаураның басқа достары да, жақын адамдары да жоқ екенін айтып, оның шекарасын бұзбауын сұрайды. Мейсі кеткен соң, Жақып Лаураны кабинетіне сөйлесуге шақырады. Ол пьеса кезінде жарылып, бәрін білдірген үшін оны сөгіп тастайды. Жақып бұл пьесада оның өзі тыңдалымға қатысуды таңдағанын еске салады. Лаура онымен бірге пьеса жазуға атсалысқанын айтып, уәж айтады. Бірақ Жақып олардың ажырасқанын айтып, бірге жұмыс істеудің ыңғайсыз екенін түсіндіреді. Лаура оған бұл рөлді өзі жасаған кейіпкерге басқа біреуге бергенін есіне салады. Ол өзінің де пьеса үшін көп еңбектенгенін ескертеді. Бірақ Жақып оны өзінің қызы болғандықтан солай жасау міндетті болған деп ақталады. Шошынған Лаура Жақыптан неге бұл кейіпкерді оған арнап жазғанын сұрап, пьесаны кез келген актрисаға ұнамды болу үшін жасағанын айыптайды. Ол Хеллоуин кешінде Жаккимен болғанын көргенін айтып, олардың бірге болғанын көрудің жүрегін ауыртатынын мойындайды, себебі әлі де оны жақсы көреді. Осыны мойындағанына қарамастан, Лаура бұл сезімдерін жек көретінін, және Жақыптың оны қалай жақсы көрмей кеткенін сұрайды. Жақып жауап берудің орнына оны сүйіп, екеуі жақын қарым-қатынасқа көшеді. Бірақ бұл сәттен кейін Жақып оған театр ұжымы Лаураны қауіпті адам ретінде қабылдап, жұмыстан шығаруға шешім қабылдағанын айтады. Ол ештеңе деместен кетіп қалады. Лаура үйіне оралғанда құбыжық дайындаған кешкі асты көреді. Оның күткенін түсініп, өзін кінәлі сезінеді, және оны шкафынан іздей бастайды. Киімдерінің ар жағынан құбыжықтың осы уақытқа дейін өмір сүрген жасырын бөлмесін табады.
Кінәсін сезінген Лаура Жақыпқа айқайлағаннан кейін театрдан жұмыстан шығарылғанын айтып береді. Ол Жақыптың онымен кейін сөйлесуге шақырғанын және сол сәтте не болғанын Құбыжықтың түсінгенін мойындайды. Бұл Құбыжықты ашуландырады. Ол Жақыптың оны ешқашан жақсы көрмегенін еске салады. Лаура ренжіп, Құбыжыққа оның махаббатты білмейтінін, себебі ол әлемнен жасырынып жүргенін айқайлап айтады. Құбыжық Лаураның оны алғашқыда жасырып қойғанын айтып жауап береді. Лаура мұны жоққа шығарып, оны қаламайтынын, себебі ол жиіркенішті екенін айтады. Құбыжық егер ол болмағанда, Лаура әлі күнге дейін көз жасын төгіп, бәріне өзін таптатуға жол беретінін еске салады. Ашулы Лаура бөлмеден шығып, шкаф есігін жауып тастайды. Құбыжық есікті ұрып, бұны қайталамауын сұрайды. Бұл Лаураның оны жылдар бұрын қалай құлыптап тастағанын еске салады. Көп ұзамай Құбыжық оның шешімін қабылдап кетіп қалады. Лаура шкафты қайта ашқанда Құбыжықта оның бөлмесі де жоқ болып шығады. Лаура жылай беріп, оны қайтып келуге жалбарынады. Күндер өте, Лаураның дәрігері оған қатерлі ісіктен айыққанын хабарлайды. Бірақ бұл жаңалық оның көңіл күйін көтермейді. Үйге оралғанда Лаура Жаккидің оны шақыруға келгенін көріп таң қалады. Басқа актриса оған қолдау білдіріп, басты рөлді алғаны үшін кешірім сұрайды. Лаура оны жайбарақат қабылдап, адамдардың жиі бірге болатынын айтады. Бұл Жаккиді таңғалдырады. Сол кезде Лаура оған Хеллоуин кешінде Жақыппен бірге болғанын көргенін айтады. Бірақ Жакки Жақыптың сол түні оған жақындамақ болғанын, бірақ ол бұл ұсыныстан бас тартқанын түсіндіреді. Жакки Лаураға деген жаман қарым-қатынасты түсініп, олар екеуі бір нәрсе істеу керектігін айтады. Пьесаның премьерасы кезінде Лаура сахна артына театр тобының көмегімен кіреді. Жолда ол Жақыппен бірге тұрған Мейсіні кездестіреді. Ол Лаураны қайтадан сілкінтеді. Мейсі Лаураны тоқтатып, Жақып туралы айтқысы келгенін, бірақ оның ауырып қалған кезінде үндемегенін түсіндіреді. Бұл Лаураның Жақып онымен ажырасқанға дейін Мейсімен кездесе бастағанын түсінуіне әкеледі. Бұл оның қайғысын ашуға айналдырады. Көп ұзамай пьеса басталады. Жақып көрермендер арасында отырғанда ол Жаккидің орнына басты рөлде Лаураны көреді. Қойылым жалғасып, Лаураға арналған рөлді оның сомдауы көрермендерді таңғалдырады. Алайда үзіліс кезінде Жақып сахна артына ашулы күйде бет алады, бірақ ол жыпылықтаған шамдарды байқамайды. Сол сәтте Лаураның өз ашуы да шығып келе жатады. Ол реквизиттердің арасынан сызғышты алып, Жақып келгенше күтіп тұрады. Жақып сахна артына кіріп, бәріне кетуді бұйырады. Екеуі жалғыз қалған соң, Лаура оны өзін алдаған үшін айыптайды, бірақ Жақып бұл тақырыпты елемей, оны қойылымды бүлдірген үшін сөге бастайды. Ол көрермендер арасында беделді сыншылар бар екенін айтып, Лаураның әрекеті оның мансабын құртуы мүмкін екенін баса айтады. Лаура оның сөзіне көзін алартып, немқұрайлы қарайды. Бұған жауап ретінде Жақып оның өз талантына қызғанышпен қарап жүргенін айтады. Лаура күлімсіреп, оған өзін қорламауға кеңес береді, бірақ Жақып оны бірдеңе істеп көрсін деп арандатады. Сол кезде Лаура оның өмірін қиюмен қорқытады. Кенет прожектор Лаураны жарыққа алып шығады. Ол көрермендерге қарап, қанға боялғанына қарамастан өз солосын жалғастыра береді. Әнін орындау барысында Лаура өткен сәтті еске түсіреді. Құбыжық сахна артына келіп, Жақыппен бетпе-бет кездескен еді. Бір ғана соққымен ол Жақыпты өлтірді. Лаура оған қарай жүгіріп, қайта қауышқанына қуанады. Шымылдықтар ашылғанда олар сүйісіп тұрды. Бірақ бұл көріністі тек Лаура сахнада жалғыз қалғанда етіп көрсетті. Қазіргі уақытта Лаура өз рөлін керемет түрде сомдап, әнін аяқтайды. Сахна жарықтандырылғанда көрермендер оның қанға боялған бейнесімен Жақыптың денесін байқайды. Кейбіреулер әлі шатасып тұрғанда, Лаура қолындағы сынған сызғышты жерге тастайды. Ол ішіндегі құбыжықты босатып, енді өз оқиғасын өзі басқаруға шешім қабылдағанын көрсетеді. Шолу ұнаса, лайк, подписка, комментті аямайық. Келесі кездескенше.